Қазақ тілі мен әдебиеті 6-шы сынып. Балалар, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі тақырып ата-анамды үлгі тұтамын. 14-ші бет, 7-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері қатал, қолда, түсін, үйрет, өзімшіл, ескер. Осы сөздердің аудармаларын дәптерлерімізге жазып қоямыз. Енді 14-ші беттегі бірінші тапсырманы оқимыз. Бала, бала, бала деп. Түнде шошып оянған, түн ұйқысын 4 бөліп, түнде бесік таянған. Сенің асыл тірегің, мейірімді жүрегі, ойлап ылғи қамыңды, қамқорың боп жүреді. Ол кім? Әрине ол ана. Балалар, екінші тапсырмада суретке қарап, ана мейірімі деген тақырыпта шағын мәтін құраңыздар. Мәтінде деректі, дерексіз зат есімдер мен көптік мәнді есім сөздерді қолдануларыңыз қажет. 14-ші бет, 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы. Ата-анамды үлгі тұтамын. Менің атым Әнел. Мен 6-шы сыныпта оқимын. Біздің отбасымызда 3 адам бар. Әкем, анам және мен. Біздің отбасылық дәстүріміз бар. Әкемнің мамандығы заңгер. Ол кісі өте білімді, дарынды, жауапкершілігі жоғары адам. Ол маған қатал талап қояды. Анам емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Ол ақылды, мейірімді жан. Әкем де, анам да мені қолдайды, түсінеді. Ата-анам мені жақсы көреді, еркелетеді, білмегенімді үйретеді. Өзімшіл болма деп ескертеді. 15-ші беттегі 5-ші тапсырманы дәптерімізге жазамыз. Мысалы осылайынан. Үлгі бойынша 1-ші А ол біздің, 3-ші Ә отбасымыз, 2-ші Б өте және 5-ші В ол тату. Біздің отбасымыз өте тату деген сөйлем шықты. Осылайынан сөйлем құрастырасыз. Келесі тапсырма 15-ші бет 6-шы тапсырманы дәптерімізге жазамыз. Мәтіндегі 14-ші беттегі ата-анамды үлгі тұтамын деген мәтіндегі сын есімдерді тауып дәптерлерімізге жазамыз. Естеріңізге сала кетейін, сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сынын білдіретін сөз табы. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Мысалы, қандай білімді, қандай дарынды. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.